Төсегіңді сатпа деген сөздің мағынасын білесіз бе? Мен Сая Абдуғани, Қазақстан Республикасы этикет мектебінің негізін қалаушымын. Ерлі-зайыптыларға, әсіресе жастарға айтар кеңесім: ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды. Түрлі дүние болады отбасында. Бірақ еш уақытта төсегіңізді сатпаңыз. Ол дегеніміз не? Күйеуіңізбен немесе әйеліңізбен ренжісіп қалдыңыз. Өкпелісіз, бір-біріңізге теріс қарап сөйлескіңіз келмейді. Бірақ еш уақытта өзіңіздің төсегіңізден басқа жерге барып қонбаңыз. Өзіңіздің жатын бөлмесінен басқа бөлмеге барып, балалардың қасына жатып ұйықтамаңыз. Өзіңіздің қасыңыздағы жарыңыздың қасына, жұбайыңыздың қасына келіп, өзіңіздің төсегіңізде ғана ұйықтаңыз. Өкпелеп жатсаңыз да теріс қарап жатыңыз бір-біріңізге. Бірақ аяғыңыздың ұшы күйеуіңіздің аяғының ұшына тиіп жату керек. Байқаусызда болғандай. Дегенмен де, тіптен тигізбесеңіз де, теріс қарап жатсаңыз да бір көрпенің астында жатыңыздар. Сонда сіздердің араларыңызға ешкім түсе алмайды.